алушылар және тыңдаушылар, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы атмосфераның химиялық экологиясы. Алдымыздағы слайдта дәрістің жоспары берілген, негізгі қарастырылатын мәселелер. Атмосфера жер шарын түгелдей қоршап тұрған газды қабықша. Ол гректің атмосбу, сфера шар деген сөзінен шыққан. Жер атмосферасының массасы 5,3 көбейту 10-15 дәрежесі тоннаны құрайды. Атмосфераның дамуы мен қалыптасу тарихы өте күрделі және ұзақ, шамамен 3 миллиард жыл. Жер атмосферасы қалыптасу кезеңінде 3 түрлі құрамда болды. Біріншілік атмосфера ғаламшар аралық кеңістіктен ұсталынған жеңіл газдар сутегі мен гелийден тұрды. Келесі кезеңде екіншілік атмосфера қалыптасты. Яғни ол жанартау атқылауының қарқынды әрекетінен сутегіден басқа газдар пайда болды. Бұдан әрі атмосфера түзілуіне келесі факторлар әсер етті. Ол алдымен ғаламшар аралық кеңістікте жеңіл газдардың тарала бастауы. Екінші, ультракүлгін сәулелердің, найзағай жарқылы мен тағы басқа факторлардың әсерінен атмосферада химиялық реакциялардың жүре бастады. Осы факторлар құрамында сутегі аз, азот пен көмір қышқыл газының мөлшері көп болатын үшіншілік атмосфераның түзілуіне әкелді. Алдымыздағы слайдта атмосфераның құрылысы көрсетіліп тұр. Атмосфера келесі қабаттардан құралады. Ол тропосфера, стратосфера, мезосфера, ионосфера және экзосфера. Атмосфера құрамы бойынша екі қабатқа бөлінеді. Бірінші қабат гомосфера, жер бетінен 100 км биіктікке дейін орналасқан. Мұнда атмосфералық газдардың пайыздық құрамы бірыңғай, ауаның молекулярлық массасы өзгермейді. Екінші қабат ол гетеросфера, яғни 100 км-ден жоғары қарай орналасқан атмосфераның қабаты. Мұнда атомарлық оттегі мен азот болады, ауаның пайыздық құрамы өзгере бастайды және ауаның молекулярлық массасы кеми береді. Газдар тығыздығы бойынша қабаттарға бөліне бастайды. Шамамен 200 км биіктікке дейін атмосфера құрамында азоттың басымдылығы сақталады. Одан жоғары қарай атомарлық оттегі басым. Ал 1000 км жоғары қарай атмосфера зарядталған гелий сутек атомдарынан тұрады. Жер бетімен әсерлесуі бойынша атмосфера екіге бөлінеді. Бірінші шекаралық қабат, екінші еркін атмосфера. Шекаралық қабат биіктігі жер бетінен 1-1,5 км-ге дейін таралған ауа қабаты. Ал еркін атмосфера шекаралық қабаттан жоғары қарай орналасқан қабат. Жердің жасанды серіктері мен ғарыштық кемелердің ұшу жағдайлары бойынша атмосфера екіге бөлінеді. Нағыз атмосфера және жер маңындағы ғарыштық кеңістік. Алдымыздағы слайдта атмосфераның химиялық құрамы көрсетілген. Атмосфералық ауа түрлі газдардың қоспасы. Оның құрамында 78,8% азот, 20,9% оттегі, 0,93% аргон, 0,3% көмір қышқыл газы, ал қалған 0,1% басқа неон, гелий, метан, радон, ксенон сияқты газдар құрайды. Табиғат үшін атмосфералық ауаның маңызы ерекше. Ол тірі ағзаларды космостық сәулелерден қорғайды, жерде жылуды сақтайды, климатты реттейді, зат алмасуда түзілетін газ тәрізді өнімдерді қабылдайды. Ғаламшарда су буларын тасымалдайды. Бұл жауын шашын түзілетін және метеорологиялық үдерісте жүретін орын. Жалпы ұшатын ағзалар үшін тіршілік ортасы болып табылады. Алдымыздағы слайдта атмосфералық ауаны ластаушы көздер көрсетіліп тұр. Жалпы атмосфера екі жолмен ластанады, яғни табиғи жолмен және антропогендік ластанулар. Атмосфераның табиғи жолмен ластануы жанартаудың атқылауына, тау жыныстарының өкітілуіне, шаңды дауылдардың тұруына, орман өрттеріне, теңіз тұздарының желмен аспанға көтерілуімен ауадағы сулы ерітінді тамшыларының құрғауына, тірі ағзалардың іріп шіру үдерістеріне байланысты. Атмосфераны табиғи жолмен ластайтындарға аэропланктондар, яғни әр түрлі
аурулар қоздыратын бактериялар, саңырауқұлақтардың споралары, кейбір өсімдіктердің тозаңдары жатады және космос шаң тозаңдарын да жатқызуға болады. Антропогендік ластанудың түрлері өте көп. Ол бірінші, жылына 5 миллиардтан астам көмірқышқыл газын атмосфераға шығаратын жанғыш қазбаларды жағу. Екінші, жылу электр станциялары атмосфераны күкіртті газбен, мазутпен және шаңмен ластайды. Үшінші, заманауи турбореактивті ұшақтардың түтіндерінде болатын азот оксидтері мен аэрозоль түріндегі газ тәрізді фтор көмірсутектермен ластану. Олар атмосфераның озон қабатының бұзылуына әкеледі. Төртінші, ол өндірістік әрекеттің нәтижесінде атмосфераға әртүрлі газдар бөлінеді. Бесінші, салмақты бөлшектермен ластану. Алтыншы, кәсіпорындардан, сонымен қатар транспорттан әртүрлі газдардың бөлінуі. Атмосфера ластағыштары біріншілік және екіншілік ластағыштар болып екіге бөлінеді. Яғни біріншілік ластағыштар ол тікелей атмосфераға түседі, ал екіншілік ластағыштар ол біріншілік ластағыштардың айналымнан пайда болатын ластағыштар. Мысалы, атмосфераға түскен күкіртті газ күкірт ангидридіне дейін тотығады. Ол су буымен қосылып, күкірт қышқылының тамшыларын түзеді. Күкірт қышқылы аммиакпен әрекеттескенде аммоний сульфаттарының кристалдары түзіледі. Осылайша атмосфера компоненттері мен ластағыш заттардың арасында химиялық, фотохимиялық, физика-химиялық реакциялардың нәтижесінде атмосфераның екіншілік ластануы жүреді. Қоршаған ортада зиянды ластағыш заттардың болуы эмиссия және эмиссия процестерімен анықталады. Атмосфераға эмиссия оның қарқынды ластануын тудыратын газдардың, аэрозольдердің және шаң тәрізді заттардың түсуі. Ал эмиссия көздерінен түскеннен кейін осы зиянды заттардың жинақталып, олардың ауадағы концентрациясының нақты анықталып тұрақтануына әкеледі. Атмосферада жүретін химиялық процестердің төмендегідей ерекшеліктері бар. Олардың көбісі фотохимиялық реакциялар, яғни күн сәулесінің нәтижесінде алынған жарық кванттарының әсерінен жүреді. Екінші, жер атмосферасы ол тотықтырғыш, онда тотығу-тотыстану реакциялар жүреді. Үшінші, атмосферада жүретін процестер үшін аралық өнімдер реакцияға қабілетті радикалдардың қатысуымен жүретін бірнеше кезеңдерден тұратын тізбектік реакциялар тән. Төртінші, химиялық және фотохимиялық айналымдардың нәтижесінде әртүрлі бейорганикалық және органикалық қосылыстар түзіледі. Кей жағдайларда улы заттар бөлінеді. Бесінші, реакция өнімдері алыс қашықтыққа дейін таралады және ұзақ уақыт атмосферада сақталады. Атмосферада жүретін реакцияларға, мысал үшін, фотодиссоциация реакциясын жатқызуға болады. Фотодиссоциация фотонды сіңіру нәтижесінде молекулалардың диссоциацияланып, бос радикалдарды түзуі. Күн толқын ұзындығы әртүрлі болатын энергияларды шығарады. Спектрдің ультракүлгін аймағындағы қысқа толқынды сәулелердің энергиясы жоғары болғандықтан химиялық реакцияларды тудырады. Мұнда фотон энергиясы молекуладағы химиялық байланысты үзе алуы қажет. Молекулалар фотонды сіңіріп, энергияның басқа түріне айналады. Әрбір фотонның энергиясы келесі формуламен анықталады. Яғни Е тең болады H көбейту нью. Мұндағы H планктон тұрақтысы, оның мәні 6,62 көбейту 10-ның -34 дәрежесі джоуль бөлінген секундқа тең. Ал нью толқын ұзындығы. Атмосфераның жоғары қабатында өтетін маңызды фотохимиялық үдеріске газ молекуласының фотодиссоциациясын жатқызуға болады. Ең маңыздысы ол оттегінің фотодиссоциациясы және судың фотодиссоциациясы. Оттегінің фотодиссоциациясы оттегі қысқа толқынды сәулелерді сіңіріп, атомарлық оттегі түзіледі. 400 км биіктікте оттегінің 99% ыдырайды. 130 км биіктікте оттегі мен оттек мөлшері бірдей болады. Ал енді азоттың диссоциациялану энергиясы үлкен емес, молекуланы бұзу үшін энергиясы жоғары, толқын ұзындығы аз фотондар қажет.
бірақ оларды нашар сіңіреді. Осының салдарынан атамарлық азот аз кездеседі. Енді судың фотодиссоциациясына келетін болсақ, су буларының концентрациясы жер бетіне жақын маңда биіктікке байланысты тез азаяды. Жоғары қабатта судың фотодиссоциациясы жүреді. Фотодиссоциация иондану үдерісі арқылы жүреді. Фотонның әсерінен молекула оны атомдарға ыдыратпай сіңіруі мүмкін. Фотон молекуланың жоғары деңгейдегі электронын тартып алып, молекулалық ион түзеді. Келесі ол иондану реакциялары. Иондану молекулалар мен атомдардан күн сәулесінің әсерінен иондардың түзілуі. Иондануды ультракүлгін жиілігі жоғары қысқа толқынды аймақтағы фотондар тудырады. Бұл сәулелену атмосфераның беткі қабатына сіңірілетіндіктен жердің беткі қабатына жетпейді. Мына алдарымыздағы кестеде осы иондану реакцияларына мысал келтіріліп тұр. Келесі ол рекомбинациялану. Химиялық реакциялар өтетін атмосфера аймағы хемосфера деп аталады. Хемосферада ультракүлгін сәулелерді сіңіру барысында, сонымен қатар рекомбинациялану, зарядтың тасымалдануы мен алмасу реакциялары жүреді. Рекомбинациялану ионның электрон мен нейтрал молекула түзу реакциясы. Нейтрал молекулалар атмосфераның жоғары қабатында тез диссоциацияланады. Зарядтың тасымалдануы бұл электрон тасымалдануымен жүретін нейтрал бөлшектердің молекулалық ионмен реакциясы. Онда реакция электронды жоғалтатын молекуланың иондану реакциясы зарядты тасымалдану кезінде түзілетін молекуланың иондану энергиясынан аз болғанда жүреді. Алмасу реакцияларының басқа үдерістерден айырмашылығы химиялық байланыстың үзілуі арқылы жүреді. Жоғарыда көрсетілген реакциялардың барлығы экзотермиялық және иондалған атомдардың атом мен молекула радикалдарының қатысында жүреді. Тропосферада беттік активтілігі жоғары болғандықтан ультракүлгін сәулесінің әсерінен активтелетін қатты бөлшектер мен сұйық аэрозолдар болады. Мұндай активтелу олардың бетінде әртүрлі фотокаталитикалық және фотоадсорбциялық үдерістерінің жүруіне ықпал етеді. Фотокатализаторлар рөлін көптеген ауыспалы металдардың катиондары, осы металдардың еріген катиондары, құрамында табиғаты жартылай өткізгіш оксидтер мен изолятор оксидтер, темір және титан оксидтері болатын қатты аэрозолдер атқарады. Бұл фотокатализаторлар әлсіз жарық сәулесінің, сонымен қатар көрінген жарық кванттарының әсерінің өзінде активті. Табиғатта кеңінен таралған изолятор оксидтер үшін күн сәулесінің әсерінен өтетін фотоадсорбция үдерістері тән. Атмосфераның негізгі компоненттерінің фотокатализаторлардың қатысында өтетін фотокаталитикалық реакцияларына эксперименттік түрде дәлелденген төмендегі үдерістерді жатқызуға болады. Енді осы реакцияларға тоқталып өтейік. Ол бірінші азот молекуласының сумен, аммиак пен гидрозин түзу тотықсыздануы. Екінші азот молекуласының сумен және оттегімен тотығуы. Үшінші судың ыдырауы. Төртінші судың оттегі мен сутегі пероксидін түзіп тотығуы. Сонымен қатар көміртегі диоксидінің сумен әртүрлі органикалық қосылыстарды түзіп тотықсыздануын жатқызуға болады. Атмосферада аз мөлшерде кездесетін қосылыстар үшін фотокаталитикалық реакциялардың келесі түрлері алдымыздағы слайдта берілген. Ондай реакцияларға төмендегі реакциялар жатады. Яғни көмірсутектердің толық тотығуы, құрамында галоген бар көмірсутектердің толық тотығуы, құрамында оттегі болатын органикалық қосылыстардың толық тотығуы, күкіртсутектің және азот оксидтерінің ыдырау реакциясы, күкірт диоксидінің тотығуы, басқа күрделі реакциялар, мысалы, кейбір ұшқыш органикалық қосылыстардың селективті тотығуын жатқызуға болады. Атмосферадағы химиялық үдерістердегі үлкен рөлді атмосфера ылғалы атқарады.
Ылғал тамшыларындағы реакциялардың эффективтілігі жоғары, себебі көптеген газдық компоненттердің ерігіштігі жоғары болады. Тамшыдағы химиялық реакция мысалына pH 3 пен 6 мәнінде болатын жауын ылғалдарының түзілуін айтуға болады. Ластағыш заттарының айналымындағы соңғы кезең седиментация болып табылады. Ол екі жолмен өтеді. Бірінші жауын шашынмен шайылу немесе ылғалды седиментация. Екінші жауын шашынмен түсуі немесе құрғақ седиментация. Екі үдерістің жиынтығы қышқылдық седиментация деп аталады. Атмосфера құрамына енген өндіріс қалдықтары, көмірқышқыл газы, азот және күкірт диоксиді де ондағы ылғалмен әрекеттесіп, сәйкес қышқылдарды түзеді. Мысал үшін алдарыңыздағы слайдта азоттың оксидтері атмосферада су буларымен әрекеттесуі көрсетілген. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, онда азот қышқылы түзілген. Яғни жаңбыр мен қар қышқылданады. Әдетте pH мәні 5,6-дан төмен болатын жауын-шашынды біз қышқыл жаңбырлар деп атайды. 1852 жылы ағылшын химигі Смит жаңбыр тамшысынан күкірт қышқылын анықтағаннан кейін қышқыл жаңбырлар туралы 19 ғасырдың ортасынан бастап айтыла бастады. Жаңбыр тамшысында көптеген қышқылдар кездеседі, яғни күкірттік қышқыл, күкірт қышқылы, күкіртсутек қышқылы, көміртек қышқылы, азот қышқылы және тағы басқа қышқылдар жаңбыр тамшысында кездеседі. Алдарымыздағы суреттерде осы қышқыл жаңбырларды тудыратын негізгі көздер көрсетілген. Жалпы өндіріс орындары атмосфераға құрамында көміртек, азот, күкірт, хлоры бар зиянды газдарды шығарады. Көмір және басқа отын түрлерін жаққанда атмосфераға жыл сайын 200 миллион тонна көміртек, күкірт, азот оксидтері бөлінеді. Сонымен қатар әртүрлі органикалық қалдықтар ыдыраған кезде атмосфераға бейметалл оксидтерін бөледі. Әсіресе қалалы елді мекендерде автомобильден бөлінетін газдар, көміртектің 2 валентті және 4 валентті оксидтері, азоттың күкірт оксидтері көп мөлшерде шығарылады. Қышқыл жауындардың биосферада жүріп жатқан көптеген үдерістерге әсерін тигізеді. Әсіресе өсімдіктерге әсері әртүрлі жүреді. Біріншіден олар генетикалық өзгерістерді тудырады. Екінші, өсімдіктердің түрін өзгертеді. Үшіншіден, өсімдікке тікелей қауіп төндіреді. Сонымен қатар қышқыл жауындар топырақтағы ауыр металдардың қозғалғыштығын және шайылуын арттырады және ондағы микроағзалардың тіршілігіне кері әсерін тигізеді. Сонымен қатар қышқыл жауындар су қоймаларына түскен кезде ондағы судағы тірі ағзалардың жойылуына әкеледі. Мысалы үшін алдарыңыздағы слайдта балықтардың осы қышқыл жауындардың әсерінен жойылуын келтіруге болады. Сонымен қатар қышқыл жауындар әртүрлі статуялар, тарихи ғимараттар, ескерткіштерге әсер етіп, олардың мүжілуіне әкеледі. Темірден және басқа металдардан жасалған құрылыс конструкцияларының жемірілуін күшейтеді. Келесі атмосферада құбылыс ол жылыжай эффектісі. Жылыжай эффектісі дегеніміз парниктік газдардың әсерінен жылу бағытының өзгеруінің нәтижесінде жер шарының температурасының ғаламдық артуы. Қазіргі таңда жердің орташа жылдық температурасы 0,13-0,6 градуске артқан. Алғашқы рет парниктік эффект түсінігін 1827 жылы Фурье енгізді. Оның айтуы бойынша атмосфера күн сәулесінің жер бетіне енуін қамтамасыз етіп, жер радиациясын ұстап қалатын мөлдір шыны қабықша. Негізгі жылыжай газдарға көміртек оксиді, метан, азот оксиді, озон, фреон жатады. Жылыжай эффектісіне көміртек оксидінің қосатын үлесі 50-65%. Метандікі 20%, азот оксидінікі 5%, ал озон, фреон және басқа газдар 10-20%-ді құрайды. Келесі құбылыс ол тұмша. Бір уақытта тұман мен түтіннің болуы қазіргі кезде
ауаның ластануын сипаттағанда жиі қолданылатын тұмша сөзінің туындауына әкелді. Тұмша ағылшынның екі сөзінен құралған смог түтін және фог тұман. Лондондық тұмша негізінен көмір мен мазутты жаққанда түзілетін күкіртті газдың атмосферадағы мөлшерінің көбейіп кетуінен болады. Бұл құбылыс ең алғаш рет 1952 жылы Лондон қаласында тіркелген. Отын жану үдерістерінде отын ретінде мұнай, тас көмір және табиғи газ кең түрде қолданылады. Олардың құрамында аздаған мөлшерде күкірт, азот, сонымен қатар металдар қосылыстары кездеседі. Отын әдетте көмірсутектерден тұрады. Отынды жаққанда қалыпты реакция теңдеуі жүреді. Егерде мына алдарыңызда көріп тұрғанда метан жанған кезде онда атмосферада көміртегі диоксид және су молекуласы түзіледі. Егер оттек аз болатын болса, онда көміртек түзіледі. Фотохимиялық тұмша алғаш рет 1930 жылы Лос-Анджелес қаласында тіркелген. Кейіннен бұл құбылыс Нью-Йорк, Токио, Сеул қалаларында пайда болған. Фотохимиялық тұмша көп компонентті қоспалардан тұратын шығу тегі біріншілік және екіншілік болатын әртүрлі газдар мен аэрозолдардың бөлшектері. Тұмшаның негізгі компоненттеріне озон, азот және күкірт оксидтері, көптеген органикалық қосылыстар кіреді. Олардың жиынтығы фотооксиданттар деп аталады. Фотохимиялық тұмша атмосфера қабатында азот оксидтері, көмірсулар, озон, күннің радиациясының фотохимиялық реакцияға ұшырауы нәтижесінде пайда болатын улы түтін. Көмірсутектер атмосфераға отын жану үдерісінде бөлініп шығады. Фотохимиялық смог радикалдар қатысуымен өтетін күрделі тізбекті реакциялардың жүруінің нәтижесінде пайда болады. Бұл күрделі үдеріс күннің ультракүлгін сәулелері қатысуымен іске асып, келесі фотохимиялық реакция жүреді. Мысалы үшін азоттың 4 валентті оксиді күннің ультракүлгін сәулелерінің әсерінен азоттың 2 оксиді және оттек атомы түзіледі. Бұдан әрі түзілген оттек атомы оттек молекуласымен әрекеттесіп озон түзіледі. Озон фотохимиялық тұмшаны нақты сипаттайтын екіншілік ластағыш. Озон атмосферадағы көмірсутектермен әрекеттесіп органикалық радикалдар түзеді. Бұл радикалдар азот оксидтерімен қосылып, альдегидтер және органикалық қосылыстардың нитраттарын түзіп, фотохимиялық тұмшаның пайда болуына әкеледі. Автотранспорт сұйық отынның басты тұтынушысы болғандықтан ауаны ластайтын заманауи негізгі ластағыш болып табылады. Атмосферадағы ластағыштар біріншілік ластағыштардың атмосферадағы реакцияларының нәтижесінде түзіледі. Екіншілік ластағыштардың түзілуіне әкелетін химиялық реакциялар күн сәулесінің әсерінен тиімді жүреді. Сондықтан пайда болған ауаның ластануы фотохимиялық тұмша деп аталады. Бензиннің негізінде жасалған отындарды қолдану нәтижесінде пайда болатын ұшқыш органикалық қосылыстар азот оксидін азот диоксидіне айналдырады. Реакция нәтижесінде түзілген альдегидтер көзді, мұрынды, тамақты қабындырады және жоғары концентрацияларында улы канцерогенді болып табылады. Егер атмосферадағы озон қабатының бөлігі бір аймағындағы озонның концентрациясы азаятын болса, ол жерде озон тесігі бар деп саналады. Антропогендік әрекеттер озонды жоюға әкеліп соғады. Антропогендік факторлардың әсерінен озон қабаты ұзақ уақыттан бері жұқарып барады. Жалпы озон қабатының жұқаруының негізгі себептері алдымыздағы слайдта берілген. Яғни ол бірінші ғарыш кемелерін ұшыру салдарынан озон қабаты тесіледі. Яғни жыртылған тесіктер ұзақ уақыт бойы бір қалыпты тұра береді. Екінші,
12-16 километр биіктікке ұшатын ұшақтарда озон қабатына қауіп төндіреді. Керісінше 12 километрден төменде ұшатындар озон қабатының қалыптасуына септігін тигізеді. Үшінші, озон қабатының тесуіне ең үлкен қауіп тигізетін ол хлор және оның судағы қоспасы. Хлордың көп бөлігі атмосфераға фреондардың ыдырауы арқылы тарайды. Атмосфераны қорғау үшін бірнеше шараларды міндетті түрде жүзеге асырылу қажет. Ондай шаралар біздің алдымыздағы слайдта келтірілген. Яғни ол бірінші көмірқышқыл газын азайту, жаңартылатын энергия көздерін пайдалану, көлікте электр қуатын қолдану, сонымен қатар өнеркәсіптік шығарындыларды азайту. Сонымен қатар озон қабатын қорғау қажет. Ол үшін озонды бұзатын химикаттарды қолдануды шектеу қажет. Хлорфтор көміртектердің басқа заттармен алмастыратын экологиялық таза материалдарды енгізу. Үшінші, жаңартылатын энергия көздерін, яғни күн, жел, биомасса энергиясын пайдаланудың артықшылықтарын қарастыру. Төртінші, ауаның сапасын мониторингілеу және бақылау. Мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың ауа сапасын бақылауы, ластанған аймақтарды анықтау және өңдеу. Бүгінгі дәрісімізде қолданылған әдебиеттер тізімі алдымыздағы слайдта берілген. Енді өзіміздің осы бүгінгі дәрісте алынған білімімізді бекіту үшін алдарыңызда тұрған QR код арқылы сканерлеп, немесе сілтеме арқылы өтіп, сұрақтарға жауап берсеңіздер болады.